Күнеш тамам Бекирнин эви üzerine келип, sıcak ышыкларынын Кызылташтын тенеке дамларыны, бош yollarını, терк этилген тарлаларыны яхып кавурган арада Романкошнун артынан ажыра киби кожоман бир булут көккө көтерилди, дагыларынын үстүндө токталды, кабарды, куршун реңкли демирге бенземеге базы ерлери исе карармага башлады. Соңра дүйнянын кай ерине энежегини билмегендей кыбырылды, копук, кесик бир кач кара парчаны дагыларынын кара учурумларына пускурду, ягмур келмекте эди. Кызылташлылар телүкүнү ис этмедилер. Кадынлар софаларда акшам емеклерини пиширелер, чамашыр ювалар, айванларны суваралар, акшам менен берабер шээрден кайтажак кожаларны беклейлер. Бирден дегирмен койунун артынан тотлу демир реңкине кырмызыга ошап келген бир башка явуз булут көтерилди, кыбырылаrak кечитке ятты, рузгарларга карышып кывырыла Күнештин юзуну капатты. Эки явуз булут эки яман аскерки Романкоштун үстүндө каршы-каршыга келип турдулар. Күнеш сонду, рузгарлар сусты. Каршы-каршыга турган эки ажыра булутнун арасынан сим-сыя кучук булут парчалары биңлернен каргалар киби Кызылташтын үстүнө учуштулар. Соңра ужум башлады. Булутлар токуштулар, нутхиш агызларыны ачтылар, бири-бирлерине кырмызы тилерини көстөрдүлөр ве кок гудурдеди. Айше софага чыкканда ири ягмур тамчылары башта ахырны урткен тенекелерге, соңра бостандагы кабак, хыяр, баклаларга, инжир тереклеринин япракларына такыртынын түштүлөр. Тамчылар ашагыда автомобиль жолунун тозуну тарадылар, мезарлыктагы калын мешелеринин учуларында реңксиз бир сез чембери япарак, жол кенарларында куру чалыларынын япракларына, ташларны, диварларны тарай-тарай деңизге тарап кеттилер. Айше софадан ашагы атлады, дагыларга бакты, дерал софага кайтып анасына кычырды. Ана, ягмур келе, ягмур, түтүнлөр харап болажак. Эсма унлы хамурлы эллеринен эвден чыкты, кара думанларга бурунген дагыларга бакты. Чап, кызым, чап, не яптык да Алла бизни бу кадар кырар. Айше бирден софадан фырланып чыкты, кестирме сырыкларыны дебиререк тутун араларына тарап чапып кетти. Эсма хамырлы эллерини көтерип али да кычырайды. Белки 50 сырык тутун, эй Раббим, бизге шымды тек бу етишмейди. Иван, не ердесин козу чыгачак? Кенар одага чапты, капысыны оттурду. Иван, эй Иван, одадасынмы? Капы ачылды. Иван, имдат, 50 сырык тутун. Иван менен берабер азбарга чыктылар. Дагыларны ягмур басты, аранларга эне, чаби кол түтүнлөрүнү ичериге алыңыз, аңладыңмы? Хо-хо, тилиңни ары тишлесин, аранларга кет дедим саңа. Тез ол, түтүнлөрүнү куртар. Иван керилди. Башта Романкоштун үстүндө каршы-каршыга келген эки явуз булутка, соңра тикилип Эсманын бетине бакты. Көлмегинин янынан бурнуну суртты, ерге түкүрдү, бакча жолуну кечип аранга тарап кетти. Айше көйдөн да чыкмайды, аюдагынын яйла арасындагы кечиттен эскен рузгар шиддетини арттырды. Шакырдай, уулуй, кывырыла. Багырларындан, этеклеринден кучук парча булутлар зынжырларындан куртулган юзлеринен көпек киби яйланын артына чапалар, базылары топ каяга, базылары келин каяга энелер. Рузгар мерхаметini жоюп, ахырларынын тенекелерини копара, тар жолларынын тозуну, топрагыны, топракта не бар исе эписini, тобанларны, куру япракларны, куш канатларны, чалыларны савырып, арман-харман етіп аваға учурайды.
Эр-ер чытырдай. Алма, армуд далары ерге егілелер, қырылалар. Юварлана-юварлана өзлеріні таждывар астыларына аталар. Айше ипчапа. Рузгар базан чыплах аяқларына, базан бетіне шиддетнен урула, ләкин Рузгарға бойын эгмейлер. Рузгар оның бетіне, көзлеріне, сачларына уджум еткен сайын Айше юрегінде да зияде кувет ис ете. Чүнки аранларының огындеке сырықларда бабасының түтінлері бар еді. Түтінлеріні құртармақ азминен көзлері алев-алев яна, чатық қашларының арасындаки чызықлар, булутлар ки бішідетленелер. Айше башыны тім-тік тұтып аранларға бақа, яғмур бастырмадан түтінлеріні құртармақ істей. Айше чапмақта. Рузгар Айшенің құветіні баш етіп оламай жағына анлаған кебі, байырларға, бақчаларға, аранларға барып урула, тоқтамайып, қашқыр кебі эп улуй. Роман қошының үстінде яныдан йылан құйрықлары кебі айтешлер ойнаштылар. Булутлар шақырдады, рузгарлар улудылар. Бекернің араны огындеке сырықларға бағлы түтін япрақлары үркен бинлернен құш кебі бірден аваға сауырылдылар. Айше, я рабым, түтінлеріміз деп бағырды. Бинлернен түтін япрақлары буланы хавада башы бош құшлар кебі учушалар. Базылары алчақларға ене, бақчаларда тереклерінің далары арасында гизлене, базылары ел четіндекі таждывар астларына, базылары да тез учып, дениз бетке кете еділер. Айшенің юрегі чапалана. Айше чаресіз еді. Кенеде, ақ түтінлеріміз деп эп чапа. Кемерде бір япрақ yolға түше, келіп Айшенің аяқларына сарыла, соңра ондан қачып, yol четіндекі қаяның астына гизлене. Айше яшлы көзлерінен түтін япрағына бақа. Бабасының отыртқан, суварған, остырген, қырған, аранға ташыған, кендісінің де епке кечірген бұ япрақ санки Айшенің юрегіне соқылып, көзлеріні яшландыра. Яшын да шиддетнен яшнады, булутлар қарарды. Рузгар апансыздан тынды, четке сүрілген кемік кебі уджумыны кесті. Дағларға думанлар чөкті, көк қарарған сайын құру аранға шыққан yolға, yol четіндекі қаяларға, чалыларға, ири яғмур тамчылары тұшып башлады. Бұ қожаман тамчыларыны көрген Айше қорқты, юрегі хуш кебі чапаланды, бір дуа оқыды. Яғмур артық аранларыны сарып, көйге еніп башлады. Тамчылар Айшенің бетіне башта тек түк ұрдылар, соңра юзлернен, бинлернен тамчылар оның үстіне атылдылар. Яғмур яға, чұқырлар гөл, yollar irmaq олалар. Айше есейіп чапа, селлер ақа. Айшенің чыплақ аяқлары суларға, чамурларға батқан сайын түтінлеріні құртармақ үміті де юрегінде сонып башлады. Айше йоқуш қатырмашты, не айет аран огындекі мейданға келіп тоқтады. Сырықларының чоқысында бір түтін япрағы қалмаған. Рузгарының ұчырып оламаған япрақлары суларда яталар. Айше аран қапысының аралығында тура. Арқасына яғмур шубалай. Айше чыплақ сырықларға, көйге, санки бүтін дүнияға чевіріліп, бетіні ауычларынан қапатып, индемейіп ағламаға башлады. Айшенің уст башы сым-сылақ. Үстіндегі қырмызы тар антері құветлі, қатты ендамына япышқан, янбашлары, белі, семіз бір тай сырты кебі томалақ деп арлақ еді. Санки қалемнен сызылған қара қашлары, ченгесіне түшкен сачлары, ағламақтан сүзілген ғары бейас мағзун чересіне жанлы бір гүзеллік берелер. Айше еліні көтеріп, ақырының тақта қапысыны тұтты, башыны қолына таяды. Яғмур кесілмек білмей, сонсыз бір шырылты аран дамына төкілейді. Шай етіп аран ішіндегі қаранлықларға сес солықсыз, әрекетсіз бақып тұрғанда,
Беліні, омузларыны, янбашларыны санки бір эл кийик бір айванның серт кескін тырнақлы панжасы панжалады. Бірден омузларында жылы сасық бір нефес иссетті. Қорқысындан қалтырады, көз бебеклері буюды. Омузларыны панжалаған серт панжалар арқасындан көксілеріне енді, мемелеріні сықты. Айшы бірден артына айланды, эліні үркен бір мышық панжасы кебі ұзатты ве кері чекілді. Иван. Қаршысында Иван аранын диварына таянып, көзлерінде инсанынкінде бенземеген күлкі еле Айшеге бақып турайды. Айше Иванның көзлеріндегі ифадені алдырып оламай, кендісіні сүзмекте олған адамның кім олғаныны дерсін білмей, қалтырап, Иван, менден не істейсің, deydi. Иван есе күле-күле, сық-сық нефес аларақ, құру чіркін дудақларыны езіп, бұрыштыререк, ойна татар қызы, ойна, дей. Ойна, дей, ве яғмұр түбіндегі Айшеден қорқар кебі, қалтыраған нелері бүтін барлығын енді варға соқыла. Айшенің оның янында озлүгінен келмесіні, янында тұрмасыны істей. Кесік, сәкін бір сесінен, кел, татар қызы, дей. Иванның кейіфтен тітреген кесік сесі Айшенің дүрегіне пычақ кебі саплана. Қаршысында диварға таянып тұрған адамның Иван олғанына шубе доғырайды. Айше окыр ағларкен, Иван бірден Айшенің үстіне атылды, панжаларыны мемелеріне саплаярақ бағырды. Анюта. Иван шымды тамам кендісі, мудхиш ве қорқынч бір инсан еді. Айшені яғмур чамурға йықтырып юмрухлар, тепмелер иле вақшилер же дөгмекте. Сачларындан тұтып аран içinde сүйреклей, қырмызы антеріні көтеріп құтырған бір көпек кебі Айшенің бажақларыны, қолларыны, герданыны тішлей. Айшенің шефқатлар içinde оскен генч, назлы вүжуды Иванның чизмалары, юмрухлары астында ezile, Иванның сасық нефеслері астында сөне еді. Иван шымды кендісі еді. Айше, қырмызы антері кокусыне чекілген мос-мор қанлы бажақлары чамурларда, күветсіз ве заваллы алда ята еді. Бұ манзара Иванна айындырғандай олды, артық Айшеге ұжум етмей, Айшені яғмур чамур içinde бұрақып, четтен сейір етмек істеді. Иван яваш-яваш ерінден тұрып, барып дивар астына отырды, арқасыны диварға таяп хош бір yorğunлықнен раат-раат көзлеріні қапатты. Иссіз, әрекетсіз көзлері қапалы, дивар түбінде баяғы отырды, соңра көзлеріні ачты. Яғмур тынған көк yüzінде тек парчаланған, ағарған қопық бұлытлар кезінмектелер. Иван Айше ятқан ерге бақты, Айшені қыдырды, Айше жоқ еді. Ерінден атылып тұрды, аранға кіріп шықты, шашын көзлерінен мейданға бақты, Айше ешбір ерде жоқ еді. Иван мейдан четіне чапты, тоқтады, ашағыда, қаялар арасында, айванларының көйге енген yolda аққан суларыны, чамурларыны сачыратып, Айше чапмақта еді. Иван Айшенің артындан бақып күлді, ама бұл бір севенч күлкісі дегіледі. Залымлығыны тамам еле көстеріп олмағанына ачуланыр кебі, чіркін бір күлішнен күлді, юмруғыны саллады, төпеден ашағы түкірді, сен менің огымде бірда ойна жақсын, татар қызы, деді. Айше еп чапа, яғмур тынды, денізден ескен құру, sıcak рүзгарлар Айшенің ченгелеріне төкілген сачларыны оқшайлар. Ләкин Айше не денізні, не койыны, не де жылы рүзгарларыны дуя, тек чапа. Базын қайда кімге чапқаныны білмей, койыны евлеріні батқан, ер yüzінде есе пайны өзі қалған кебі дуя еді. Чапаркен Ивандан дегіл, бұлытлардан қорқа, бұлытларының сим-сия қорқынч қаранлықлары оны қувалағандай ола. Дүния дерсін бом-бош. Ремзі біле, Айшені бошлықларда бұрақып, бұ дүниядан кеткен. Көзлеріне бір кімсе илішмей. Айшенің юрегі де кімсені беклемей, кімсені қыдырмай.
Айше кестірме сырықларының янына келіп тұрғанда, софадан қысық-қысық қадын сесі ешітілді. Иван қайда? Оның хохо деген тіліні ары түшлесін. Аранларға бар дедім де, маңа хохо деді. Айше салланды, кестірме сырықларыны тұта білмек үшін елеріні ұзатты, тұтып оламады, юзу қойын чамурға йықылды. Софадан айны шу сес ешітілді. Ақы, саңа не олды? Айше кестірме сырықлары янында, чамурлар içinde, аяқлар астында тапталған бір гүл кебі ята еді. Софадаки сес да күчлі яңғырады. Қызым, саңа не олды? Айше көзлеріні ачты, құру бияз тетрей атқан дудақларынан. Ана сенсің ма, аначығым, деді. Софадаки сес анасының сесі олғанына емін олғандай, индемейіп, көзлеріні қапатты.